сіздерге бүгін тағы да виста есепшоты депозит туралы әңгіме етпекпін. Өйткені осы виста есепшотына қатысты түрлі сауалдар оқырмандар тарапынан көптеп келіп жатыр. Ол сенімді ме, қалай ақштауға болады, шығарып алуға бола ма, қалай шығарады деген сияқты мәселелер төңірегінде сұрақтар беріп жатыр. Қаншалықты сенімді жоба, сенімсіз екенін білу үшін мынау Яндекстің іздеу терезесіне мысалы мына жерге соған қатысты жұрттың пікірлерін білу керек болады. Мына жерде мынадай деп жазылды, мен вклад виста отзывы деген. Найти дегенді басқан кезде мынадай бет ашылды. Мына жерде мінекей вистаға қатысты пікірлер тұр. Мен біразына қарап шықтым. Соншалықты бір теріс пікір жоқ. Виста есепшоты жаңағы депозиті алаяқтық жоба, адамдарды алдап кетіп жатыр, мені ақшамды алып кетті деген сияқты пікірлер жоқ бұл жерде. Керісінше бәрі дұрыс жоба, ақша тауып жатырмын, былай келіңіздер, кіріңіздер деген сияқты сондай шақырулар көп екен ішінде. Енді өзіңіз оны қарап анықтауыңызға болады. Әлемдегі байлығы жөнінен 3-ші орын алатын Уоррен Баффет, американдық инвестор. Сол Уоррен Баффеттің айтуынша кез келген жоба тәуекел талап етеді. Мықты инвестор, кәсіби инвестор сол тәуекелді барынша азайтуға тырысады. Ол үшін сол жобаны оқу керек болады. Ол жоба қанша жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр, қалай жұмыс істеп келе жатыр, ол жобаның басында кім тұр, компанияның басында. Басқа адамдардың пікірі қандай, ой пікір, соның бәрін зерттеп талдап алып, содан кейін барып ақшасын салады. Сонда біршама тәуекел азаяды. Және сонымен бірге бір жобаға барлық ақшасын салып қоймай, түрлі жобаларға ақшаларын бөліп салып отырады. Егер бір компания жабылып қалып жатса, онда жоғалтқан ақшасын басқа жобалардан тапқан ақшамен шығынды жауып отырады. Бұл мықты кәсіби инвесторлардың тәсілдері. Сол арқылы олар ақшаларына ақша қосып көбейтіп жатады. Мен енді виста есепшотына тағы да оралып, өзімнің кабинетіме кіріп, қазір сіздерге көрсетейін, өзімнің жоспарларыммен де бөлісейін. Мынау менің кабинетім. Осыдан бір апта ғана бұрын, өткен жексенбі күндері мен осы виста есепшотының кабинеті туралы видео түсірген болатын. Онда өздеріңіз егер көрсеңіздер, байқаған боларсыздар, мына жердегі баланс, менің балансым ол кезде 6675 евро болатын. Қазір 7802 евро болды. Яғни айтқанда 1000 евродан астам балансым бірден өсіп кетті. Неге десеңіздер, мен өткен аптада тағы да 300 евро салып, плечо деген тәсілмен спонсорына қарыз алып, кредит алудың нәтижесінде, ломбард кредит алудың нәтижесінде 1000 евродан астам деңгейге көтердім өзімнің балансымды. Қазір 7802 евро болып тұр. Енді мына жерде көріп тұрсыздар, контракт 10.000 евро дейді. Менің қазіргі жоспарым осы жылдың аяғына дейін тағы да 500 евродай салсам, 400-500 евро салып, 10.000 евроға дейін балансымды көтеру жылдың соңына дейін. Ол кезде маған 100 евро көлемінде осы депозит ақша түсіп тұрады ай сайын. Ал алдағы жылы, келесі жылы мен жаңағы ай сайын 100 евродан салып отырып, жылдың соңына дейін 20.000 евроның үстіне дейін көтеру, балансымды көтерсем деген жоспарым бар. Содан кейін тағы да 100 евродан салып, одан ары жалғастырып, 2020 жылдың шілде, маусым айларына дейін, мен қазір есептеп көрсем, менің балансым, мына жердегі балансым 30.000 евродан жеткізуге болады екен. 30.000 евроға. Неге бұлай десеңіз, 30.000 евроға жеткен кезде маған депозит айына 300 евродан түсіріп отырады. Сол кезде мен одан әрі ақша салуды тоқтатып, 300 евроның түскен 300 евроның 100 евросын ай сайын шығарып отыратын боламын. Қалған 200 евросы қалып депозитті балансты өсіреді. Осылайша өсе берсе, 3 жылдың ішінде менің балансым 20.000 евроға жетеді екен. 20.000 евро болған кезде мен айына $500 тауып отырады екен.
сол кезде мен айына 100 емес, енді 200 евро шығарып алып келіп тұруға болады. 200 евро деген бұл теңгеге шаққанда 90 мың теңгенің деңгейінде. Айтқанда ай сайын 90 мың теңге шығарып алып тұруға болады. Оның есесіне менің жаңағы балансым соған қарамастан өсе береді. Өйткені мен 200 евро шығарып алам, 300 евро қалады. Сөйтіп ай сайын өсе береді. Балансым өсе береді. Осылайша осындай стратегия мен жоспарым бойынша қазіргі 1,5 жылға дейін ақша салып отырам. 100 евродан ай сайын. Одан кейін ақша салуды толықтай тоқтатып, тек ай сайын ақшаны шығарып алуға бағытталам. Айтқанда ай сайын ақшаны 100 евродан шығарып алып тұратын болады. Бұл енді менің өзімнің стратегиялық жоспарым. Оны жүзеге асатынына мен өзім сенімдімін. Өйткені жаңағы кәсіби инвесторлардың тәсіліне салатын болсақ, қарайтын болсақ, мынау Vista есепшоты, немесе осы есепшоттың иесі Гермес менеджмент деп аталатын компания 1998 жылы ашылған. Содан бері жұмыс істеп келе жатыр. 2007-2008 жылдары үлкен кризис болды, әлемді қамтыған. Содан кейін 2013-2014 жылдар кризис болды. Сол кризистерден бұл компания аман есен өтіп, табысты жұмыс істеп келе жатыр. Қазір өзінің толық қуатында, айтқанда жақсы ақша тауып жатыр. Салымшылардың саны неғұрлым көп болған сайын компанияға түсетін табыс та көбейе түседі. Өйткені мына 10 мың евролық, мінекей қараңыздар, пакет, бір пакет 10 мың евродан тұрады, сонда 7% ажу деп аталатын салық салады. Бұл 700 евро. Егер сіз 100 мың евро салатын болсаңыз, 700 евродан әр пакетке төлеп отырасыз. Айтқанда 4900 евроны сіз компанияға бересіз. Қайтарымсыз, салық ретінде. Және сіз есепшот ашқан кезде міндетті түрде 100 евродан комиссия төлеп отырасыз. Әр адамнан 100 евродан ұстап отырады. Сондай-ақ сіздің тапқан табысыңыздың ай сайын сіз өсім алып отырасыз, сол өсімнің жалпы табыс бойынша 1% компаниянікі. Ол тағы да салық ретінде ұстап отырады. Сонымен бірге сіздің тапқан таза пайдаңыздың 20% және компанияға тиесілі болады. Міне осындай 4 түрлі салық бар. Сол салықтан компания көп ақша табады. Айтқанда салымшылардың саны неғұрлым көп болған сайын компанияның табысы да көбейе береді. Қазір салымшылар саны өте көп. Және Vista есепшотын ашып, кіріп жатқандарда саны өте көп. Өйткені бұл евромен, доллармен, валютамен, шетелдік валютамен жылына 20% өсім әкеледі. Бұл өте қолайлы, өте ыңғайлы, өте пайдалы жоба. Сондықтан адамдар кіріп жатыр. Қисынға салып қарайтын болсақ, егер компания жақсы жұмыс істеп тұр, 20 жыл бойы жақсы жұмыс істеп келді, қазір жақсы табыс тауып тұр. Қазіргі күні әлемдік экономикада соншалықты үлкен кризис көрініп отырған жоқ, байқалып отырған жоқ. Айтқанда компания бір 2 жыл ішінде жабылып қалады деуге ешқандай негіз жоқ. Қазір табысты жұмыс істеп, 20 жыл табысты жұмыс істеп келсе, әлі де 10 жыл, 20 жыл табысты жұмыс істей береді деп санауға болады. Және менің жоспарым бойынша, бұл 3 жылдық жоспарым бойынша, жаңағы жоғарыда айтып кеткендей, 1,5 жылмен ақшаны салып отырам, содан кейін ақша салуды қойып, тек қана ақшаны алуға көшемін. Айтқанда, менде оншалықты бір үлкен бір тәуекел, қатер, қауіп бар деп өзім ойламаймын. Сондықтан осы жоспар бойынша жұмыс істеп жатырмын. Сіздерге егер осы видеодан сіз бір пайдалы ақпарат алған болсаңыз, ондай болса, лайк басып, немесе пікіріңізді қалдыруыңызға болады. Жалпы Vista есепшот туралы, депозит туралы толық ақпарат алғыңыз келсе, осы видеоның астында сілтеме бар, сол арқылы кіріп толықтай ақпарат алуыңызға болады.